Сен қазір көріп тұрған жануар жай ғана ешкі емес. Ол табиғаттағы ең мықты альпинистердің бірі. Адам аяғы тайып құлап кететін тік жартаста бұл жануар еш қорықпай жүгіріп жүреді. Кейде тіпті аспанда ұшып бара жатқандай әсер қалдырады. Көп адам алғаш көргенде бұл мүмкін емес деп таңғалады. Бірақ табиғат оған ерекше қабілет берген. Бұл тау ешкісі. Сәлем достар, бұл жануарлар шындығы каналы. Тау ешкісі туралы қызықты ақпаратты жіберіп алмау үшін соңына дейін көріңіз. Тау ешкісі көбіне биік жартасты аймақтарда өмір сүреді. Олар Қазақстанның тауларында, Моңғолияда, Қытайда, Кавказда және Европаның кей таулы аймақтарында кездеседі. Бұл жануарлар адамдар сирек баратын қауіпті жартастарды таңдайды. Себебі биікте қауіп аз болады. Қасқыр да, басқа жыртқыштар да ол жерге оңай көтеріле алмайды. Тау ешкісінің ең ерекше қасиеті оның тұяғы. Кәдімгі үй ешкісінің тұяғынан мүлде бөлек. Тұяғының сыртқы жағы қатты, ал ішкі жағы жұмсақ әрі таймайтын сияқты жабысып тұрады. Сол себепті ол жартастың кішкентай ғана шығыңқы жеріне аяғын қойып, еркін қозғала алады. Адам көзімен қарағанда құлап кететіндей көрінеді, бірақ тау ешкісі үшін бұл қалыпты жағдай. Кейбір тау ешкілері тік 80-90 градус жартастарда да қозғалады. Олар кейде бірнеше метр биіктіктен секіріп түседі. Ең таңғаларлығы, жерге түскен соң ештеңе болмағандай әрі қарай жүгіріп кетеді. Осындай сәттерді көрген адамдар бұл жануарды таудың елесі деп те атайды. Тауда өмір сүру өте қиын. Қыста қар қалың түседі, жел қатты соғады, ал ауа температурасындағы -40 градусқа дейін төмендейді, бірақ тау ешкісінің жүні өте қалың болады. Оның денесін суық, желден қорғайтын 2 қабатты жүні бар. Қыста жүні ұзарып, денесін толықтай жылы ұстап тұрады. Сондықтан ол ең қатал суықта да тірі қала алады. Тау ешкілері шөппен, жапырақпен, тау өсімдіктермен қоректенеді. Жазда олар биік таудағы жасыл шөптерді жейді, ал қыста тамақ табу қиын болған кезде мүк, бұтақ, ағаш қабығына дейін жей береді. Кейде олар минерал іздеп жартасты жалайтыны да байқалған. Себебі ағзаға тұз бен минерал қажет болады. Бұл жануарлардың көру қабілеті де өте мықты. Олар алыс жерден қозғалысты байқап қояды. Егер қауіп сезсе, бірден жартастың ең қиын жеріне қарай қашады. Сол жерде оларды ұстау өте қиын. Табиғаттағы ең қауіпті жануарлардың бірі қар барысы. Қар барысы өте мықты аңшы болғанымен, тау ешкісін ұстау оған да оңай емес. Себебі тау ешкісі секіруде және тік жартаста жүруде өте шебер. Көктем мезгілі келгенде тау ешкілері көбейе бастайды. Аталықтары бір-бірімен қатты соғысады. Олар мүйіздерімен соқтығысып, кім күшті екенін дәлелдеуге тырысады. Бұл соғыстың дауысы таудың ішінде жаңғырып естіледі. Кейде олардың шайқасы бірнеше сағатқа созылады. Аналығы көбіне бір немесе 2 лақ туады. Ең қызығы, жаңа туған лақ бірнеше сағаттан кейін аяққа тұрып, анасының артынан жүре бастайды. Себебі тауда әлсіз болуға болмайды. Егер лақ баяу қимылдаса, немесе артта қалып қойса, жыртқыштарға жем болуы мүмкін. Сондықтан табиғат оларды туғаннан бастап мықты етіп жаратқан. Тау ешкісінің балалары өте тез үйренеді. Бірнеше күннің ішінде олар жартаста секіріп жүре бастайды. Ал бірнеше айдан кейін үлкендер сияқты қауіпті жерлерде де олар еркін қозғалады. Бұл жануарлардың тепе-теңдік сақтау қабілеті таңғаларлық деңгейде дамыған. Ғалымдар тау ешкілерінің жүрген жолдарын есте сақтай алатынын анықтаған. Себебі тауда қателік жіберу өліммен тең. Сондықтан олар қауіпті жолдарды ұмытпайды. Кейбір ешкілер бір жартасты өмір бойы мекендейді. Тау ешкісі тек күшті ғана емес, өте сақ. Олар түнде де жиі оянып, айналаны бақылап тұрады.
есту қабілеті өте жақсы дамыған. Кішкентай дыбыстың өзін сезіп қояды. Егер тас домалап кетсе немесе жыртқыш жақындаса, бірден биікке қарай қашады. Адамдар үшін ең таңғаларлығы олардың қорықпайтындығы. Біз төмен қарап қорқатын биіктікте тау ешкісі еркін қозғалады. Кейде тіпті өте жіңішке тас үстімен де жүгіріп өтеді. Мұндай сәттерде көргенде оның денесі емес, гравитацияны жеңіп тұрғандай әсер қалдырады. Сол себепті тау ешкісі табиғаттағы ең ерекше жануарлардың бірі. Ол бізге табиғаттың мүмкіндігі шексіз екенін дәлелдейді. Адам бара алмайтын жерге бұл жануар еш қиындықсыз көтеріледі. Табиғат оған батылдықты, күштілікті және ғажайып тепе-теңдікті сыйлаған. Ал бүгінше осы, келесі видеода кездескенше.